Достар, қараңдар, кәдімгідей Қызылорда облысының бір түкпірінде жүріп адасып кеттім ғой. Басында күлкілі болды, Яндекс карта бар ғой дедім. Бірақ картада сіз белгісіз аймақта тұрсыз деп шыққанда жүрегім біртүрлі болып кетті, шыны керек. Айналада ешкім жоқ, тек жел гуілдеп тұр. Тұрған жерімде не су жоқ, не байланыс жоқ, телефон заряды 3%, сөйтіп енді не істеймін деп ойланып тұрғанда алыстан бір ескі джип көрінеді. Машина қасыма келіп тоқтайды. Терезесін түсіріп бір ағамыз: "Балам, қайда барасың? Мына жерде не істеп жүрсің?" дейді. Ағам: "Өзім де білмеймін, адасып кеттім ғой" деп қоям. Ол күліп: "Онда отыр, алып кетейін, бірақ бір шартым бар" дейді. Ойланып қалдым, кәдімгідей Қызылордада шартпен алып кететін ағалар бар ма деп. Отырсам кәдімгі жай адам емес екен. Үлкен Майпо құрт компаниясының басшысы екен. Бүйтіп айтады маған: "Балам, менің саған ерекше ұсынысым бар. Егер менімен бірге бір құпия жерге барсаң, сен үйіне жеткізіп тастаймын. Тек бір шартым бар, менің құрттарымды жарнамалап берсең" дейді. Ол қандай құпия жер деп уайымдадым, бірақ үйге жету керек қой деп. Сөйтіп болды, келсем, құпия жерге барсам да, құртты жарнамаласам да бәрібір дедім. Үйге барсам болды дедім. Сөйтіп жолға шықтық, ауылдарға соқтық, Байқоңырға да соқтық, Қармақшыға, кафелерге соғып, не жемедік енді, неше түрлі естімеген тамақтар бар екен. Бір кезде үлкен темір қақпаға келдік. Күзетшісі бар, есік ашылады, ішке кірді. Кәдімгі ескі совет базасы екен. Темір ангар ішіне бір алып нәрсе тұр. Барып қарасақ, боран кемесі, кәдімгідей совет ғарыш кемесі. Мен таңғалып видеоға түсіріп жүрмін. Мынау не, қалай мұнда тұр деймін. Ал ол болса: "Балам, кезінде бұл жер құпия базасы болған, енді қазір шам басып жатқан жер" деп айтты. Сөйтіп құрттарды жарнамалауды бастадым. Сол жердегі туристерге таратып, 1-2 сағат жүріп, суретке түсіп, аздап тамақ ішіп жолға қайтадан шықтық. Қарным тоқ, өйткені асқазан толған құрт. Енді бір айдай құрт жемейтін шығармын дедім. Қалаға жеткен соң сұрадым: "Аға, неге мен бұл құрттарды бұрын байқамаған?" Ол күліп жүріп: "Сен байқамағансың ғой, біраз дүкендерде бар, сен просто құртқа қызықпағансың, сосын байқамай жүрсің ғой" деді. Сөйтіп ол мені үйіме дейін апарып, бір жәшік құрт беріп жүріп, жарнаманы жақсы істедің деп, "Космонавт сау бол" деп үйіме дейін шығарып салды. Осыдан соң енді тек қана Майпо құрттарын жеймін деп шештім.